Қазан айында Мистерион тобы қызғанам аттан не түсірілген бейнебаян жарыққа шығарған еді. Одан кейін жігіттер үнсіз қалды. Биыл қайта іске көшіп бейнеклип түсіруді қолға алуда. Біз қазір Айша әніне бейнебаян түсірудеміз. Ең қызығы ол туындыны әлі ғаламторға жүктеген жоқпыз. Оны бейнеклиппен бірге эксклюзивті түрде шығарсақ па дейміз. Жасырып отырған әннің авторы көрші өзбек ағайындар. Оны топ біраз уақыт бұрын сатып алыпты. Әннің авторлары өзбек композиторлары Фейс пен Әлшер. Бұл тректі біз 1,5 жыл бұрын сатып алғанбыз. Ол біздің қоржынымызда тұрған. Қай кезде өтімді боларын білмедік. Жақында жазған бойда бірден ұнай кетті. Сондықтан тез арада бейнеклип түсіреміз деп шештік. Үштік көңілдерінен шыққан әнге көңілдерден шығатындай етіп бейнебаян түсірмек. Бұл сюжеттік бейнебаян болады. Сіздер білетіндей біздің туындыларымыздың барлығы дерлік тректік. Ал қазір таспалағалы жатқан бейнеклип салмақты. Онда театр актерлері төбе көрсетеді. Мы взяли актеров театра. Сюжеттік бейнебаянның сценарийін жігіттер режиссермен ақылдаса отырып жазып шыққан. Бастапқыда 3 нұсқа болғанымен соңында мына желіге тоқталыпты. Сценарийіне тоқталар болса, қарт кісі дәлізбен жүріп келеді. Бұл оның өмір жолын суреттейді. Әр есікті ашып өткенде көз жүгіртеді. Нақтырақ айтсақ, жас кезін жарын көреді. Әрбір есікті ашқан сайын балалық шаққа қарай ауыса береді. Негізгі желісі осындай, философиялық. Терең мағыналы туынды бірнеше аптада ел назарына ұсынылмақ. Сол кезде әнді де тыңдай жатармыз. Ендеше күтейік.